Неден бастасам екен? Жалғыз ұлым бар еді, деп әңгімесін бастай алмай қыпылықтап отыр. Айта беріңіз, қысылмаңыз. Балам Алматыдағы IT университетіне түскен еді. Биыл оқуын бітірді. Бірақ Маңғыстауға қайтқысы келмейді. Онда тұрған не бар? Мәселе онда емес. Алматыда қалса қала берсін. Қарсылығым жоқ. Биыл бакалаврды бітірді. Магистратурасын Америкада оқымақшы. Интернетпен емтихан тапсырып, оқуға түсіп алыпты. Жақында кетеді. Өз күшімен түсті ме? Әрине, ол жағынан білімді. Интеллектісі күшті, потенциалы мықты. Шет тіліне, математикаға, информатикаға өте жүйрік. Бәрекелді, ел көреді, жер көреді, таным көкжиегі кеңейеді. Батысында білімін көріп, қайтқаны жақсы емес пе? Дұрыс, барсын, оқысын, тоқысын, үйренсін, оған ешқандай қарсы емеспін. Уайымым басқада. Енді ашылып айта беріңіз. Балам үйге айына жылына бір келеді. Ауылға той томалақ, өлім жетім бар дегендей. Қаза болса көңіл білдіріп, қуаныш болса құтты болсын айтып, ағайын туыстарды аралаймыз. Міне, сондай кезде бір өліп, бір тірілемін. Неге? Мінезі тіптен өзгеріп кетті. Өлім жетіме баламның қылығына ұялып, тіпті кірерге тесік таппай жер боламын. Мына жақта туған туыс жоқтау айтып, аза тұтып жатады, ал менің баламның ешкіммен шаруасы жоқ. Басына капюшон, құлағында наушник, екі қолы қалтада, сағызын шаймыңдап тұрғаны. Қайғыға ортақтасу, қуанышты бөлісу деген атымен жоқ. Ақмақ дейін десем, ақмақ емес. Мектепті де, университетті де қызылға бітірді. Бірақ қылығы анау. Кәдімгі меңіреу компьютер сияқты. Дүниенің білімін жинап алған, бірақ адам сияғы жоқ. Мен ғой білдей бір мектептің директорымын. Ауданның құрметті азаматымын. Сөйте тұра, ел жұрттың алдында баламның қылығынан ұялып, жерге қараймын. Кейде ойлаймын, деді де көңілі басап кетті. Тамағына өксік тығылып, жұтқын шағын қинала жұтты да. Бір күні біз қартайып, бойымыздан күш қуат кетеді. Біреудің қамқорлығымен күтіміне зәру болып қаламыз. Сол кезде кімнің қолына барып тұрамын? Мына бала өліп бара жатсам да аузыма су тамызбас. Қайратым сарқылғанда қарттар үйіне өткізіп жібереме деп қорқамын деді. Директор апайдың екі көзі жасқа толып, сөмкесінен бет орамалын алды да бетін басып жылай берді. Мен жұбатуға тырыспадым. Себебі бұл жерде біз ескермейтін бір нәрсе бар еді.